Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Қазақстандағы және әлемдегі демографиялық жағдай. Осы мақсатымыз барлық әлемдегі мемлекеттерді, әсіресе Орта Азия мемлекетін Қазақстанмен салыстырып, демографиялық жағдайын анықтап, бір-бірімізге сұрақ қойып, салыстыру. Сабақтың құралы 3 бөлімнен тұрады. Демография халықтың өсуі және кему жөніндегі ғылым саласы. Талғаулы салалар талғаулы, мәнді жалғаулы қышлаулар арқылы жасалады. Посткеңестік елдер дегеніміз бұрынғы КСР құрамына кіретін мемлекеттер. Халық санының тиімді өсуі қандай? Халық санының тиімді өсуі үшін туу көрсеткішімен қатар өлім деңгейі де кему қажет. Қазақстандағы бұл көрсеткіш 2010 жылы 8,7-ге кеміді. Қазақстан экономика жағынан дамыған мемлекет болса да, туу көрсеткіші өте аз. Кейбір тарихи жағдайлар қазақ халқының демографиясына соққы тигізді. Соның бірі ашаршылық. Белгілі этнограф Мақаш Тәтімовтың айтуынша, ашаршылық қазақ халқының жартысына жуығын өмірінен айырылды. Қазақ халқының демографиялық дамуына не кедергі келтірді? Балалар, дәптерлеріңді ашыңдар, кітаппен жұмыс істейміз. 4-ші жақ тапсырманы орындайық. Балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Сабаққа өте жақсы қатыстыңдар, барлығын белсенді болдыңдар. Бір-біріңді жақсы бағаладыңдар. Қазір екі микрофон әдісімен бүгінгі сабақ жайында рефлексия жасаңдар. Мен бүгін талғаулы салас құрмалас сөйлеуді үйрендім. Сабақта демография жөнінде мағлұмат алдым. Қазақстандағы және әлемдегі демографиялық ахуалды. Бұл сабақта посткеңестік мемлекеттер туралы Қазақстандағы демографиялық жағдайды дамыту керек екенін. Ал балалар, үй тапсырмасын жазып алыңдар. Үйге тапсырма 88-ші беттегі 7-ші тапсырманы орындайсыңдар.